Қазақ халқы асты жоғары бағалаған, сондан бізде көптеген ұлттық тағамдар бар. Және мен осы ұлттық тағамдардың пайдасы мен зиянын айтып берем. Барлықтарыңызға сәлем, және сіздермен бірге Алдияр. Ал біз бастайық. Қазақ халқының ұлттық тағамдарының зиянынан бастайық. Шет елдің ғалымдарының айтуынша, қазақстандықтарға шұғыл түрде аспасы құмарлыққа деген көзқарастарын қайта қарауға және етті етпен жейміз, етті сорпамен ішеміз қағидасына сәйкес тамақтануды доғаруға кеңес береді. Әйтпесе, қазақтар алдыдағы 25-50 жылда Азия аймағындағы ең семіз ұлттың біріне айналуы мүмкін деп айтады. Бұның барлығы әрине қате пікір. Себебі қазақ халқының ғалымдары қазақ асханасында тепе-теңдіктің сақталғанын және әлемнің бірде-бір асханасында мұндай теңдік жоқ екенін және қазақ халқының ұлттық асханасы ең пайдалы асханалардың бірі екенін дәлелдеген. Қазақ халқының ұлттық тағамдары зиянды емес екені туралы айттым. Ал қазір мен сіздерге қазақ халқының ұлттық тағамдарының пайдасы туралы айтып беремін. Қазақтар көшпелі болған кездерінде көбінесе сүт пен еттен дайындалатын тағамдарды тұтынған. Сондықтан бізде сиыр, қой сүттерінен дайындалатын құрт, кілегей, ірімшік, сары май, тағы да басқа тағамдар әзірленетін болған. Басқа тағамдарға қарағанда сүттің алатын орны ерекше. Себебі сүт және сүттен жасалатын тағамдар денсаулыққа өте пайдалы. Сиыр сүті ас қорыту бездерінің жұмыс істеу қабілетін жақсартады. Оның үстіне сүт өнімдерінің дәрілік қасиеті де бар. Олар емдеу, алдын алу, яғни профилактика, диеталық тағам ретінде де қолданылады. Ал жылқының сүтінен әзірленетін қымыздың емдік қасиеті ертеден белгілі. Онда жүректің жұмыс істеуін жақсартатын дәрумендер бар. Сонымен бірге шұбатта денсаулыққа өте пайдалы екен. Осы астардың пайдасын медицина пайда болмай тұрып ақ білген ата-бабамыз нағыз данышпан болған екен. Бұрын қымыз, шұбатын ішіп, құрт ірімшігін жеп, дертті алдын алған ата-бабамыздың алып тұлғалы, батыр да дана болуының бір сыры осы болуы да әбден мүмкін. Қымыз қазақтың қаны, ет қазақтың жаны демекші. Еттің пайдасын айтайын. Ет құрамындағы ақуыз бен майлардан бөлек макро және микроэлементтер мен дәрумендер адам ағзасын көптеген қажеттіліктерін өтейді. Бұрынғы замандарда етті түрлі әдістермен жасаған. Бұл көшпенді қазаққа өте пайдалы болған. Себебі көшпелі өмір салты көпке дейін сақталатын тағамдарды талап етті. Ұзақ сапарға шыққанда ыстық пен суықтан бөлінбейтін тағамдарды алып жүру қажеттілігі туындады. Осы кезден бастап сүрлеу, кептіру, тұздау әдістерін қолдану жақсы дамыды. Ас атасы нан деп нан туралы сөз қозғайын. Көшпелі қазақтардың арасында артық салмақ мәселесі өте сирек кездескен. Олай болуына үнемі қозғалыста болу, ашық аспан астындағы өмір, үздіксіз еңбек ету, үйлесімді тамақтану қажет болды. Қазақ ұлттық асханасындағы дәстүрлі нан тағамдарының көптігі де осыдан болар. Әйтсе де, заманауи отырықшы қазақтар нәрлі нан өнімдерін көп пайдаланбаған жөн болды. Бұрындары сүт, қаймақ, май, жұмыртқа, ашытқы қосылып пісірілген нан тағамдары тез тойып, даланың қатал жағдайында уақытпен күш үнемдеуге мүмкіндік берген. Тапанан, бауырсақ, шелпек, құймақ, қазан жаппай сияқты тағамдар қашанда қазақ дастарханына ажар сыйлап, арас несібесін еселеп тұрған. Мен айтқым келгені, нәрлі нан тағамдарын аз жеген жөн болар. Себебі бұл артық салмаққа әсер етеді. Бірақ мен өзім әрбір нәрсені нанмен жеймін. Өздеріңіз біліңіздер, нанмен жейсіздер ме, жемейсіздер ме? Шет елден алынып келетін тағамдар көп болып жатыр. Содан біз өзіміздің ұлттық тағамдарымызды ұмытып қалмауымызға мүмкіндік бар. Әрине, шет елдің тағамдарын тұтынуға болады, бірақ өзіміздің ұлттық тағамдарымызды ешқашанда ұмытпауымыз қажет. Ұлттық тағамдарымыздың жойылып кетуіне мүмкіндік бар.